Сол үшінші түсікте саяхат жақтағы неге бардым, емлеметке. Сосын УЗИдегі қыз айтты, сіз ренжімеңіз, сізде эмбрионның жүрек соғысы әлсіз деді, 60 деді ма бірдеңке деді. В общем, бір күн түсік қалуы да мүмкін деп айтты да. Былай бір дәрілерді берді, в общем, бір назначить етіп ұмытқам. Сосын әйтеуір сіз мынаны жақсылап көтересіз деп айта алмаймын деді да, точно айтты да. Сосын бір күні уборныйға барып жүрсің енді, тура туалетке барған кезде бірдеңе блок деп түсіп кеткен сияқты болды да. Сездім да бірдеңе блок деп түсіп кетті. Сосын астынан қарасам қан кетіп жатыр. Бірдеңе блок деп түскен сияқты, сол эмбрион түсіп қалған сияқты да. Содан үйге қарай тездетіп жүріп келдім да, күйеуім айттым, что-то қан кетіп жатыр, бірдеңе блок деп түсіп кетті. Сосын скорый шақырды, сол Алматыда квартирада. Сосын скорый келіп, экстренныймен бардым. Сосын мені неге апарды, Сейфуллина Құрманға жақта городской больница бардық. Сол городской сразу не қылды, жатады деді. Сосын енді күйеуім андай нелер памперс әкел деді, сосын мындай бір жеңіл көйлек әкел деді, домашний ештеңе алмай сразу кеткен ғой, қан кетіп жатқан кезде. Паника болшы. Сонымен врачтар айтты, сіздің денсаулығыңыз жоқ. Көтеріңіз, бірақ түсіп қалады деді, сізде денсаулық жоқ деді. Ол үшін дұрыстап тұрып күтініп барып көтеру керек деді. Бірақ менде не жоқ, қысып қоятын неме дейді, ондай жоқ қой менде вообще, ондай салмағымда. Сонымен не қылды, сол бір андай не қылды, дәрі берді, тілдің астына салды. Енді ары қарай тазалаймыз деді да. Сосын бір дәрі берді, дәріні іштім. Тазалау керек деді да. Андай нелер қан бірдеңке қалып қалды. Тазаламаса кейін матка жақ шығып кетеді деді. Сосын бір кезде сонау қан вообще кетті да. Әйтеуір мындай бір сізді неге не қыламыз деді. Қаздың аузы сияқты, утка сияқты горшок береді ғой, соның қаның төгіле берді. Енді менде уже сол квартирада түсіп қалды, уже болды ғой, уже түсіндім да, бір дәрі берді, тілдің астына салды. Сонымен ары қарай нелер тазалау керек деді. Жолдасым ба бірдеңкесін ары қарай қандар жаман әйтпесе шіріп кетеді деді. Маткаң шіріп кетеді деді. Сосын қан кетіп жатты. Сосын мен айттым, мен кешке қарай жасады ғой. Кеш болған айтқан кезде. Қачандай не қылды, гинеколог жаққа апарды. Енді ер адам болды да менікі. Ер адам болды менің гинекологым. Сосын креслоға шықты. Креслоға ұялып әрең шықтым. Үшінші түсік болса да ұялып жүрмін ғой креслода. Еркек адам көрсем ұялынша. Сосын креслоға шығарды, бір жас балалар, өңкей ер адам ше менде, бірақ та қыз. В общем, 4 адам тұр, 3 ер адам, бір қыз тұрды, ұялғанымай. Сосын ұялмаңыз деді, несіне ұяласыз деді. Сосын креслоға шықты да, екі жақтан бір система береді. Содан бір кезде сылқ етіп ұйықтап қалған, система не екен, наркоз екен. Сосын ары қарай ұқпаймын да, сосын мен наркозда қуып кеткен ғой, короче. Наркозда енді астын тазалау керек қой, соны наркоз берген кезде қуып кеткен. Короче, креслода отырып, системалар жылып алған ғой. Жыртып жүрген ғой, бүйтіп ше. Деп бүйтіп көзім жұмып алып қуып кеткен ғой. Наркозда енді тұр деп ұрады ғой. Еще креслода бүйтіп жатып наркоз жасаса жақсы ғой, креслода.
сосын бүйтіп көзімді жұмып жүр екенмін да деп бүйтіп жылып алғам екен да, шақыр менің күйеуім қайда, менің байымды шақыр, я люблю ее деген ғой, көзді жұмып алшы. Бірақ мен вообще білмеймін, есімде жоқ. Сосын кір судан секіріп кеткен екен. Енді мынандай көк көйлек болды да, жұқа, бірақ бұтымыз жалаңаш. Сонымен деген мен әйтеуір нархозда білетін мындай бір түс көрдім да, андай шетелдерде бір су басып жатыр екен да, сондай бір ақыр заман сияқты бірдеңе түс көрдім ше. Сол нархоз берген кезде мен сондай демде бір түс көріп шықтым да. И типа сондай бір түс көрдім да, Құдайдың алдында бір врач кісімен жығылып отыр екенбіз, бір ер адам, сондай түс көрдім да. Сол лезде соның арасында. Сосын мен сені тозақ отқа апарам дейді екен. Мен жоқ, мені апармашы, мен тозақ отқа бармаймын деп. Бала көтерме, менің күнәм емес қой деп жатырмын екен. Бірінші қыз болған ғой, қыз бала 4 айлығында пароксез салған, бірінші көтерген кезде. Сонымен в общем 3 рет көтерген ғой сол. Сонымен сол қызым кіреді екен да, жоқ, менің анам кінәсі жоқ дейді екен ше. Сондай бірдеңелер түс көрдім. Әйтеуір қуып кеткен ғой, короче. Көзім жұмып алғанда, менің байымды шақырыңдар, я люблю ее деп. Тозақ отты түс көрдім, әйтеуір сондай жәннатты түс көрдім, сондай бірдеңе. Кейбір шетелдерде су басып, бір ақыр заман бірдеңе болып жатыр екен да, сондай соғыс бірдеңе болып жатыр, сондай түс көріп кеттім ше. Сонымен көзім жұмып алып врачтарды қуалағам ғой мен. Байым шақырыңдар деп көзім жұмып ше. Байым шақырыңдар деп ше. И жан-жағыма түкірген екен. Деп түкіре берген екен. Сонымен врачтар қорқып қашқан ғой менен. Қорқып қашып бәрі. Сонымен бүйтіп оянсам, қолдарым байлап тастапты. 2 қолымды, 2 аяғым байлап тастаған. Қарасам бір әйел, бір еркек, жас ер бала, бір әйел баша аяқ жағында тұр. Мындай неде жатырмын да, реанимация сияқты, мен мындайда. Сол аяғым таңып тастапты. Мен неде қуып кеткен соң. Ой, сөйтіп қуып кеткен, мен қорқып таңып тастағым ғой. Реанимация жаққа бүйтіп мынандай деп таңып. Соны мен жақта жатыр, сіз деген ойбай. Концерт қойдыңыз ғой дейді да, ана бала. Күшті концерт қойдыңыз ғой дейді да. Айтпай ақ қояйық, күшті концерт қойдыңыз дейді. Сосын әйтеуір мені үстіге апарды. Сөйтсем, ана әйелдер менің қасымнан қашады. Гинекологта жатыр ғой. Менің қасыма ешкім жатқызбайды, менен қорқады. И мен қасымда бір келіншек жатты, жас келіншек. Сіз жаман концерт салдыңыз ғой дейді да. Қорқынышты сіз дейді да. Көзіңді жұмып алып қуалап жүрсіз дейді. Байым шақырыңдар, байым түкірдіңіз, жан-жағыңызға түкірдіңіз дейді. Сіз оята алмады дейді. Көзіңді жұмып алған жүгіріп жүрсіз дейді да. Бәрін болып мындай теуіп жүрсіз дейді да. Бүйтіп теуіп аяғым көтеріп теуіп жүргем. Сосын мен видеоға түсіріп алмадыңдар сөйтсем болмайды дейді да. Ол заң алдында жауап береді дейді. Болмайды дейді да. Біреуді бүйтіп видеоға түсіруге болмайды дейді. Сосын бәрі қасыма жоламайды әйелдер. Қорқып қалған ғой енді. Сол наркозды көтере алмайды екен мен сол. Сонымен әйтеуір. Кейін қыз кетіп қалды, ешкім мен қасыма жатып қойды. Сосын психолог келді. Маған айтты, неге сіз қуып кеттіңіз, бізде өмірімізде бірінші рет бұлай наркоз алғанда ешкім бүйтіп қумайтын деді ше. Сосын мен айттым, мүмкін мен күйеуім ракпен ауырып жүрген соң жаңадан басталып жүрген ғой. Содан мен сондай болған шығармын, білмеймін. Енді өмірдің қиыншылықтары, сондай стрессте жүрген шығармын дедім. Солар миыма қонып, сондай болып кеткен шығармын, білмеймін дедім. Сөйтсем мені врачтар жібермейді. Күйеуіңіз келіп алып кетсін рұқсатпен.
сосын бірақ кетесіз деді. Сосын сол бір жеті жарты ма бір жеті психолог қарады, вроде сап саусыз дейді, бірақ неге өйтіп наркозда қойып кеттіңіз дейді. Білмеймін дедім, енді уже шашым бары ағарып кеткен ғой, уже білініп тұр ғой, стресс алған, уже нерв болып кеткен уже. Сосын айттым, мүмкін нерв болып кеткен шығар, енді күйзелістен, қиыншылықтан осындай қатты қиналған кезде осындай күйзелісте жүрген шығармын дедім. Сен сізге тыныш өмір керек дейді. Андай сізге ұрыс керіс болмай, андай тыныш өмір сүру керек дейді. Мен айттым, Құдай сақтасын, мен ешкіммен ұрыспаймын дедім. Күйеуіммен де ұрыспаймын дедім. Просто ана күйеуім рак болып ауырып жүрген соң, содан стресс болған шығармын, білмеймін дедім. Сол өмірдің қиыншылықтары болған сондай шығар дедім. Далада қалған күн болды, аш қалған күн болды, может сондай шығар. Өмірімде жаманшылық та болды, жақсылық содан шығар дедім енді.